Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын балды тортты жасайтын боламыз. Ең алдымен қайнатпалы кремімізді жасаймыз. Ол үшін сүтімізді сотейникке құйып, ысытып аламыз. Оған дейін бөлек ыдысқа қантымызды, жұмыртқамызды және де жүгері крахмалын салып, барлығын венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Араласқан массамызға ысытылған сүтімізді құйып, үздіксіз араластырып тұрамыз. Сүтімізді жартылай құйсақ та жеткілікті. Енді осы массаның барлығын қайтадан сотейникке құйып, ақырын отқа үздіксіз араластырып тұрамыз. Бізде осындай қою масса шығуы қажет. Массамыз қоюланғаннан кейін оттан алып, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Қайнатпалы креміміздің бетін пленкамен жауып, бөлме температурасында толықтай суытамыз. Суығаннан кейін міндетті түрде кемінде 3-4 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыз да болады. Енді балды қамырымызды жасаймыз. Ол үшін біз сотейнигімізге майымызды, қантымызды, балымызды және ас содасын қосып, барлығын араластырып, орташа отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін де үздіксіз араластырып тұрамыз. Бізде көпірген, еселенген аппақ масса болады. Одан кейін ол қоңырқай карамельді түске енгенше ұстайтын боламыз отта. Осындай түске енгенде оттан алып, бөлек ыдысқа құйып, 5-6 минут шамасында суытамыз. Балды массамыз сәл суығаннан кейін жұмыртқамызды бір-бірден қоса отырып, әр қосқан сайын жақсылап араластырамыз. Барлық жұмыртқамызды қосып болғаннан кейін илегіштен өткен ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ, сәл жабысқақ масса шығады, артығын қоспаймыз. Дәл осы күйінде бетіне пленка жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Міне қамыр 1 сағат тоңазытқышта тұрды, осылай өзі қоюланады. Енді қамырымызды алып, теңдей 8 бөлікке бөліп шығамыз. Әр қамырды пергамент қағазына сәл ғана ұн сеуіп, осылайынан жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 22 диаметрлік формамен кесіп аламыз. Қасындағы қиындыларымен бірге 200 градус қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіреміз. Өте жылдам піседі корждарымыз, мұқият болу керек. Пісіп шыққаннан кейін бірден осылайынан жан жағындағы кесінділерін алып тастадым және толықтай суытамыз. Барлық корждарымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Салқын кілегейімізді миксердің төменгі жылдамдықтан бастап, жылдамдықты қоса отырып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Қоюланған бетте миксерді тоқтату қажет. Енді біздің қайнатпалы кремімізді салқындап тұрған бір араластырып жұмсартып аламыз. Миксерленген кілегейімізге қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай ұқыпты күйде жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Барлық корждарымыз дайын, кесінділерін блендердің көмегімен ұсатып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Мен кремді теңдей барлық 8 коржыға бөліп шықтым. Барлық корждарымызды кремдерін жағып, бір-бірінің үстіне қойып, тортымызды жинап шығамыз. Соңғы корждың үстін спатуланың көмегімен түзетіп, жағып шықсаңыздар болады. Тортымыз сонда түзу, әдемі шығады. Қалған кремдерін жан жағына жағып шығамыз. Сатып алған ұнтағымызбен тортымызды әрлейміз. Жан жағына және бетіне жағып шықтым. Және дайын болған балды тортымызды міндетті түрде кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа кремі сіңгенше қойып қоямыз. Мен тортты қосымша құлпынаймен әрлеп шықтым. Сіз өз қалауыңызға қарай әрлесеңіз болады. Біздің балды тортымыз кремі сіңгеннен кейін өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын.